Воронкалар қалай жұмыс жасайды? Сәлем достар, менің есімім Мақбота. Мен сіздерге бүгін өзімнің қолданатын қарапайым, жеңіл әрі оңай воронканың түрін сіздерге айтып, жетіп түсіндіргім келеді. Воронканы жасау, мысалға, біз бәріміз ойлаймыз, бір волшебный кнопка сияқты қарайды. Негізгі мынау сетевой бизнесте жолы болмай жүрген, жаңағы глобальный проблема адам жинау ғой, осы адам жинау, команда жинай алмай, болмасам командасы бар, бірақ нық тұрмаған, жаңағыдай бір оқу құралдарында бір нәрсе жетіспейді, сондай команданы ұстап тұратын, сондай. Міне, именно сондай адамдар осы автоворонканы, мынау сайт помощникті бір волшебный кнопка сияқты, болмасам то же самое сол таргетный рекламаның өзін бір бұрынғы кезде былтырғылары осы біз бір волшебный кнопка сияқты сөйтіп жүрдік. На самом деле ешқандай волшебный кнопка жоқ, сетевой бизнеста да, линейный бизнеста да, жалпы ешқандай жердің бетіндегі онлайнда да, офлайнда да волшебный кнопка жоқ. Барлық жерде біз өзіміздің қатынасымызбен жұмыс жасауымыз керек. Олай болса, менің воронкамнан қалай мен күнде командама 4-5 адам тіркеп жатырмын, сол воронканың түрін мен сіздерге бір түрін айтып беремін. Менің жалпы командамда бұндай воронканың 5 түрі бар. Ең простой түрін қазір айтқым келеді. Ал қараңыздар, міне. Енді қараңыздар, бұл енді мынау партнер керек па, клиент керек па, міне бізде мақсатты аудиториямызда, мысалға, мен өзім командамда мақсатты аудиториямен жұмыс жасаймын. Мысалы, менің мақсатты аудиториям екіге бөлінеді. Партнер және клиент. Міне, мынау бірінші, екінші, екеуіне екі түрлі етіп, дәл осы воронканы мен екеуіне де екі түрлі етіп жасаймын. Мысалға, қараңыздар, клиенттің жаңағы проблемасы қандай? Бізде жалпы енді мынау дұрыс бағытта жұмыс жасайтын сетевойда біз кәдімгі адамды тіркеп алып, мен проблемамды шешу емес, мен жаңағы статусқа жету емес, жалпы келген адамның проблемасын шешу арқылы мен нық команда құру, менің мақсатым. Енді қараңыздар, бұл жерде клиентский базаның өзінің жаңағы несі бар, өзінің проблемасы бар, ол проблеманың шешу жолдары бар, ал енді партнерлікке келген адамдардың, олардың проблемалары бөлек, және де оның шешуі де бөлек, естественно. Енді ары қарай кеттік. Мысалға, мен пост жазам, байқаған болсаңыздар, менің инстаграм парақшамда егер де сіз әлі жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз. Өйткені ол жерде өте пайдалы ақпараттарға толы. Енді қараңыздар, міне осы жерде мен пост жазамын. Бізде мысалға көбінде айтады, инстаграмның алгоритмі 21 күн, 21 күнде тоқтамай жаңағыдай адам движение жасап тұру керек деп. Бірақ та осы нәрсені көп адамдар түсінбейді. Постты сіз қалай болса солай сала салу деген жоқ. Егер де сіз действительно сіздің әр күні сізге адам келіп тіркелгенін, өзі келіп тіркелгенін қаласаңыз, онда сіз пайдалы ақпаратпен бөлісу, пайдалы ақпаратпен бөлісу жалпы контент сабағында бізде айтылады. Контенттің өзінің 5 түрі бар. Ол енді жаңағыдай сатылым жасайтын контент, және де жаңағыдай развлекательный контент, жалпы бірақ қандай контент болса да, ол бір полезность әкелетін контент болу керек, Енді қараңыздар, постты жазамыз, постты жазған кезде біз осы пост арқылы не істеуіміз керек? Әшейін бір постты жазып қойдық, плюс болды для галочки. Жоқ, олай жасауға болмайды, мүлдем. Постты жазған кезде біз бір адам касание жасайтындай, ол постты оқыған адам бір движение жасайтындай етіп жасауымыз керек. Міне пост мультисылкаға әкеліп түсіруіміз керек адамда. Мультисылка деген менің инстаграм парақшамның кәдімгі профилінде ссылка бар. Көп адамдарда сразу регистрацияның ссылкасы, жаңағы сайттың ссылкасы, болмасам WhatsApp-тың ссылкасы, Telegram ссылкасы тұрады. Өте дұрыс емес. Ол жерде кәдімгідей мультисылка болу керек. Мультисылка деген бұл енді білесіздер, менің өзім егер де білмесеңіздер, маған жекеме жазыңыздар, айтып түсіндірем. Енді қараңыздар, бұл мультисылканың секреті неде? Мультисылкаға келіп түскен кезде адамдар сол жерде мультисылканың өзі сіз үшін жұмыс жасайтын воронка. Ол да бір воронка. Жалпы алғанда инстаграмның өзі воронка. Инстаграмның өзін воронка сияқты жұмыс жасату керек. Постты салдыңыз, адамды мультисылкаға түсірдіңіз. Мультисылкаға барған кезде ол жерде де адамға жаңағы проблемасын шешетін ақпарат болу керек. Ол жерде кәдімгі сторителлинг арқылы жасалған, яғни сіздің личный историяңыз арқылы жасалған контент болу керек. Енді қараңыздар, ары қарай. Енді ол мультисылкаға келіп пайдалы ақпаратпен бөлісеміз. Менен бас тарта алмайтындай ұсыныс. Сетевой маркетингтегі, Енді оны білу үшін, ол қандай ұсыныс екенін білу үшін профильдегі сілтемеге өт, және де сол сілтемеде мынандай бір точка
бар, соны бас деп мен айтамын, я постымда. Егер де байқасаңыздар, менің постымның бәрі призыв действиямен жазылады. Енді қараңыздар, ол мультисылкаға келіп түсті. Мына жердегі кнопканы басты. Ол кнопка арқылы ол менің лид магнитіме келіп түсті. Лид магнит деген бұл жерде сіз енді ашық кәдімгі сіздің жаңаға мына жерде айтып өткен проблеманың шешімі мына жерде жаңағы кнопканы басу арқылы мына жерге келіп адам түседі. Осы жерде сіз не айтасыз? Міне қараңызшы, сіз адаммен қандай керемет байланысқа түсіп жатсыз, я? Адам сіздің парақшаңызға келді. Адамды парақшаға әкелудің өзінің 2-3 жолы бар. Оны мен өзімнің командамда айтып түсіндіремін. Жалпы қалай біз мақсат аудиториямызға өзіміздің парақшамызды көрсетуіміз керек, я? Енді бұл жерде қараңыз, я, ол маңызды емес, мына қараңыздар. Постқа келді, мультисылкаға түсті. Мультисылка арқылы лид магнитке түсті. Лид магнитте сіз адамға барлық проблемасының шешуін айтып, одан кейін сіз жеке сол лид магнит арқылы өзіңіздің жеке, міне, WhatsApp или Telegram жеке сізбен байланысқа шығатын жерге алып келесіз. Яғни адам жылымды, я, міне қараңыздар, пост арқылы сізге мультисылкаңызға барды. Мультисылкаңызда сіздің сторителлинг арқылы жазылған, кәдімгі өзіңіздің историяңыз арқылы жазылған, ол жерде де пайдалы ақпарат бар, я? Мысалға, одан кейін лид магнитте сіз кәдімгі мына жерде айтылған проблеманың шешуін айтып тұрсыз. Ал егер де енді осы жерде, мысалға біз айтуымызға болады, осы лид магниттің ішінде сол шешімін айту арқылы енді ары қарай менен жеке консультация алғың келсе, я болмаса менің жекеме шығып сұрағың келсе, менен жеке байланысқа түскің келсе, міне, пожалуйста, я? Міне, адам қаншалықты касание жасап, сізді керемет уже біледі, я? Мына жерде болдым, мына жерде болдым, мына жерде болдым, мына жерде болдым. Уже кәдімгі сізді танитын адам сияқты WhatsApp-ыңызға спокойно түседі. Сәлем, мен саған сіздің бүгінгі постыңыздан келіп тұрмын. Сізбен жақынырақ таныссам бола ма, Ақбота ханым? Или болмаса маған сразу жазады. Өйткені мына жерде ол адамның проблемасының бәрі шешіліп тұр. Ол маған мына жерге келіп, уже мен сіздің командаңызға келіп, мен сізбен бірге жұмыс жасағым келеді деп жазады. Вот, міне, воронка деген қалай жұмыс жасайды. Бұл ешқандай волшебный кнопка емес. Ал енді осы воронканың, міне, бұл ең простой, ең жеңіл түрі. Бізде, менің командамда бұндай воронканың 5 түрі бар, және де ол воронканың 5 түрі. Бұл жерде енді мынау постты қалай жазу керек, қандай контент жеке өтеміз біз. Мен сабақты жеке өткізем. Мультисылканы қалай жасау керек, және де ол мультисылканың ішіне қандай ақпараттар құю керек, бұны да жеке өтем, мен сабақта үйретем. Өзімнің кәдімгі командамда үйретем барлығын. Енді мына жерде лид магнит қандай болу керек, қандай лид магнит қандай проблеманы шешу керек, бұны да мен үйретем. Және де жеке шыққан кезде жеке адаммен қалай сөйлесу керек, оның бәрін мен үйретем. Сіз де менің командамның мүшесі бола аласыз. Ол үшін осы видеоның астындағы өзіңізге ыңғайлы сілтеме арқылы маған жекеме шығыңыз.